Достар, қайырлы күн. Мінекей біздерге жаңа тауарлар келіп түсті. Бұлар Коми және Теңсен деген зонтиктар. Яғни капсула зонтик, бұлар өте кішкентай, сумкаға салып, өзіңізбен алып жүргенге ыңғайлы. Түрлі расцветкалары бар. Мінекей ішін ашып, қорапты барлығымыз бірге көрейік. Сырты мінекей велюровый чехол. Бақыт қазақша. Мінекей зонтикті уже сразу ашылып отыр. Так, қалай ашады? Резина. Материалы клёночный. И қалай ашады? Вот. Как видно? Вот тықырмысты. Вот. Бұл бір. Екінші алдырыңызға қойайын. Екінші коробканы ашайын. Бұның футляры ерекше екен. Мінекей қарасаңыздар, киізден жасалынған войлок сырты. Упаковкасы да жақсы екен. Барлығының упаковкалары ерекше екен обычно. Мынау зонтиктің бір қосымша заты. Упаковканы міне ашамыз, зонтикті. Сары түсі шықты бізде. Капсула, яғни сумкаға салғанға, өзіңізбен алып жүргенге өте ыңғайлы. Мінекей. Материалы клёнка. Мінекей үшінші футляр, үшінші коробканы ашып көрейін. Бұл жердегі айырмашылық олардың түстерінде және футлярында болып тұр. Себебі сапалары жөнінде барлығы бірдей зонтиктар. Капсула дегеніміз осы, яғни формасы капсула тәрізді болады. Өзіңізге жинап алып жүргенге де ыңғайлы. Үшеуін тағы да қорапшасы бар сәтінде қапшыға. Қораптан жаңадан шыққандықтан бірінші алғашқы пайдаланған кезде жинау оны сәл қиындық туғызуы мүмкін. Себебі қаттырақ болады. Ал мінекей жақындап көрсет. Клёнка. Яғни жыртылмайды, тесілмейді, суды өткізмейді дегенде. Бірақ бұл жердегі капсула өзі кішкентай болғандықтан да оның радиусы мінекей диаметрі шағын болып тұр. Тек бір денеге ғана, бір адамға арналған. Денеңізді, басыңызды ғана жаңбырдан қорғайды. Сонымен қосымша мінекей осындай түстер бар. Бірге көрсетуге болады. Сары, жаңа ашып көрсеткен. Көк түс, мятный цвет, мінекей көгі бар. Розовый цвет. Көбінде оқушыларға, немесе жастарға, яғни сумкаға, қалтаға салып кетуге ыңғайлы болу үшін осындай өзі де кіші. Диаметрі қосылының барлығы да осындай болады. Неге розовый, сырты розовый, іші қара.